әр елдің шөбінен жиналған, әр елдің денсаулығына байланысты, әр елдің жаңасы өмір сүргішіне байланысты бұл жасалған бальзамдар бізге өте керемет. Біз анадан іздейміз, мынадан іздейміз. Оны емес, тура осы бальзамда соның бәрі бар. Өйткені ананың бергенін мынау бере алмайды, ананың бергенін мынау бермейді емес. Тура бәрін жинап әкеп ғалымдар тура осыған салған ғой. Керемет осы. Бұл денеге түскеннен кейін өзі тауылады. Бұл өзі результат табады, өзі қай жерің ауырып тұр, диагностиканы жасап береді, өзі емдеп береді ақырын. Ең қай жерде сенің сұлау жүріп тұр, содан бастайды ғой. Міне өзімде ешкенде білген жоқпын басында. Менде де 1 ай, 2 ай күтеткен жоқ, бірақ ощущение жеңілдік пайда болды. Адамда жеңілдік болады. Ешкенде жақсы болады, ұйқың бірінші жақсарады. Одан кейін өзіңнің денсаулығың былай жеңіл боласың да бірдеңе. Жеңілдік пайда болады. Сондай нәрсе пайда болды. Одан кейін ақырын жүріп өткеннен уақыт өте бастап ойланасың ғой, менде не болды деп. Сөйтсем мына бірінші хондроз деген сияқты, көзім, хондрозым, жаңа грыжым кетті. Аяқ ауырды, аяқ екі тіземде ауырған расында да. Бірінші оң жағым жазып алдым, жазбағанда ішіп өз жазылды, тез жазылды оң жағым. Ал сол жағым жоқ, жазылмай жатты. Одан кейін бұл неге жазылмайды деп, арғай шебердік. Мен Балтунда жасап іштім, Балтушкада іштім, Павлодар Спрингте де іштім, Люминокты ішкен жоқпын. Перфекте люкс іштім, Виталий люкс ішіп жатырмын, жаңа смарт люкс ішіп жатырмын. Одан кейін мына зони пасталар. Бұл зони пасталар менің постоянно жанымда жүреді. Бұл екеуін енді ұдайы деуге болады. Үйде де осы екеуі, әр қайсына беріп қойған екеуі ұдайы ішеміз де, жейміз де жүреміз. Бізде грипп та болмайды, жаңа жөтел кейде болып қалады. Өйткені кейде біз мынау қасында болмай қалған жағдайда асқындырып аламыз. Ал мынау жүрген жерде жөтел болмайды ешқашан. Болған емес. Биыл мен түтіде шүкір Алла, биыл уже 2 жыл кетіп бара ғой. 2 жыл грипп жоқ менде. Грипп, тұмау деген жоқ. Өзімізді бодра сезінеміз, жақсы жүреміз, осыны ішеміз. Одан кейін мынау сусым бар міне. Мынау кішілеу Спасскай. Мынау 400 теңге тұрады бізде. Бізде ол офисте. Мынау 600 теңге тұрады. Бұл да жақсы. Бұл алып қоямыз осылай міне. Алып қойып, бала шағаңа өзіңе ішіп жүре береміз. Кейбір жерде де бұл жоқ. Міне бізге шүкір Алла, Сәуле ханымға рахмет. Офисінде постоянно тұрады. Осындай спаскайлары, жаңа сияқты витаминдер офистен продукцияны сосын аламыз. Енді кереметін айта кетейін, бұда енді расында да 189 шөп мысық істеген жоқ қой, ешқай жете алмайсыз ғой. Ағзаңызға түскеннен болды, өзі жаза береді ақырын. Шлактарыңызды, дыхательный органның бәрін міне. Керемет болып отырамыз. Рахметімді сол сіздерге айтайын деп бағана көрген өзімнің әсерімді рас. Алмагүл ханымға рахмет, өзінде басын өткендерді айтты. Рас қазаққа жаны ашыр қыздарыңыз болса осындай болсын, ұрпағымыз жақсы болсын деп, жаңа туысқанымыз жақсы болсын деп бәріне шын көңілмен айтып жатыр. Ай, неге осыны ішпейді екен, ол больницада қанша өшті тұр, қаншама адам жаңа сияқты результат ала алмай жатқандар бар. Дәрігерлерді жамандаған емес, бұл жерде расында да өшіреді, қазір ақшаң соған да кетеді. Жақсы қарау үшін ақша бересің, жаңа сияқты жақсы дәрі үшін дәрің деген удай қазір. Мынау үйде отырып өзіңді емдеп іше беретін нәрсе ғой. Міне өзім көзім жетіп, қазір аптекаға бармаймын да мен. Арасында да мен өшім аптеканы ішпеймін. Осыны ішемін, осыны жеймін, осымен ғана айтамын. Басқаларына соны айтамын. Өзіме рахмет, Аллаға шүкір, Глоутринг компаниясы нанобальзамын тауып алғаныма өте қуанамын. Көзім өте тамаша көреді қазір. Басқа жермен грыжым жоқ. Физически здоров дейді ғой, физически жұмысқа да бәріне жарай берем. Қазір бұрынғыдай белім деп тұрмайсың, бәрі жақсы, керемет расында да. Өйткені мен айтайын дегенім ғой, бұл тек қана адамға неге таба алмайды, бұл адам денсаулығына неге витамин жоқ дейсіз. Темірге де витаминдер бар ғой қазір. Қай майды құйсаң, қай сапасы жақсы, соған құйсаң темірінде жүреді. Темірге минералка да бар қазір. Бензин құятын минералка бар, радиатор тазалайтын минералка бар, пешін тазалайтын минералка бар ма? Бар. Ал адамға неге жоқ? Адамға да міне шықты витамин деген керемет. Осыны ішсеңіздер жазыласыздар, бәрі керемет болады деп ойлаймын. Енді сапасына қарау керек. Әр нәрсе бар. Компания көп, баттарын көп арасында да. Оның ішінде таңдап алғаның өзіңе жақсы ғой. Жаңа майды бізде машинаға таңдаймыз ғой. Мына май жақсы, мына май жаман, мынандай минералка құйсаң, мынау жақсы екен деп. Оның өзі қымбаты болады, арзаны болады дегендей. Арзаннан алсаң, арзан жілік татымайды деген рас қой, қазақтың айтқаны.
енді біздікі мынау арзан ғой, бізге ең дүниесі біздікі Глоботерин компаниясының өнімдері арзан болып тұр. Кішкене ғана көтерілген болмаса, әйтпесе керемет. Соның ішінен мықтысын таңдап алу керек қой. Жаңа біз машинаға май таңдаған сияқты. Енді өзіме таңдап алдым, осы Глоботерин компаниясын таңдап алдым. Өйткені маған ұнады, витаминдер ұнады, пас өте керемет деп айтамын. Гель бар бұда, жаңғыз бірақ дүние емес мынадан. Бұда неше өнім бар, сол өнімге байланысты ғой, ауруыңыздың немесіне байланысты. Біз біреу ғана ішеміз ғой, жаңа витамин, біреу ғана ішіп, ертең екеуге ішу емес. Негізі неменеңіз қаласа, организм қаласа көбейте беру керек бұны ішіп. Күніне 3-4 рет ішуге болады бұны. Негізі мен айтамын, мен солай іштім. Мен балтуш жасап іштім бұны, 3-4-еуін құйып қойып іштім. Содан да жақсы болған шығармын деп отырмын мен. Бұл енді керемет енді. Менің айтарым, Глоботерин компаниясының өнімі өте таза, өте баяу, бірақ жазады, баяу болса да жазады, результатын береді. Результатын бермейді деген емес, береді. Бұны өзім немеремен де көрдім ғой. Алдыңғы немерелерім жылайтын, түнімен жылайтын, тісі ауырып, тісі шығып, 10 ай болды міне немеремізге тіс шығып жатыр ғой. Қазір ол немерем жылау жоқ. Өйткені мен ана пастын жабып тастаймын. Білесің, уже шығып келе жатқанда тіс тие бастайды өзі пластмассалардан. Маған тіс шығып келеді, қарайсың да, звонит пастын жағып жібересің, бітті, жылау жоқ, тамаша. Ал кезіндегі немерелеріміз қалай жылап жүрді? Тісін өскенде сілекей ағып, тісі қышып, түнімен мазасын алатын. Қазір ондай жоқ. Шыны керек. Мен жаным ашып айтамын. Өйткені елдер кейбіреу күледі ғой. Ой, осы қойшы деп, мынау бизнес деген сияқты ол. Бизнес ол бөлек өз алдына. Денсаулық ол бөлек өз алдына. Мен сөйтіп айтамын, мен мына бизнес үшін келген жоқ. Мен өз денсаулығымды жазып алайын деп келген адаммын. Денсаулығымды Құдайға шүкір Алла жазып жатырмыз, әлі де ішіп жатырмыз. Бұл қаражатқа да байланысты, расында да қаражат енді денсаулықтан екінші орында ғой негізі. Алла қаласа. Осылай аламыз, ішеміз бізде. Денсаулық керек бізге де. Өйткені 50-ден асқаннан кейін ақиын шыға бастайды. Любой ауру шығады. Тізе ауруы, қол ауруы, қақсау дейді міне. Ақырын құтылдық қой осындай. А маған күлген адам ол өз денсаулығына күлді деген сөз. Өйткені ол маған емес, саған керек денсаулықтың бәрі, өздерің керек. Өйткені ол денсаулық өзімен тауып алдым, өзіме. Мен өзіме тауып алғаннан жаңа бөлсем маған сауап келеді. Өйткені адам бір адамға жақсылығын айтса, ол адам қабылдаса, өйткені ол ертең жазылып жатса, ол маған өте көп сауаптар келеді. Бір жағы. Ал екінші жағы, бұл енді маған витамин де керек қой, әрқай ішуім керек. Жаңа жолдасым, туысқаным өздерінің жаңа команда құрып, жұмыс істеп, бұны мыналарды мынаған тегін алу ғой, күнделікті өзім емес. Ана еңбегімді Глоботерин бағалап, маған апта сайын ақша төлейді. Ақша төлеген сайын мен мынаны алуым керек, мынаны мен жеп ішуім керек. Бұл ана үйдегі тамаққа жұмсаған ақшадан бөлек мынаны өзім алуым керек қой. Міне, осындай нәрсе. Бұл бизнестің бұл екінші түрі. Бір жағы Глоботерин компаниясының айтып жатқаны, бірінші өзіңді емдеп ал, екінші өзіңе еңбек тауып мынаны тегін сатып ал деп отыр. Міне, даже команда құрып өзіңнің айналаңды жаз деп отыр. Бүкіл елді сауықтыр деп отыр мына Қазақстанымызды. Мына Россияның халқына мен орыстарға айтамыз ғой, біз өте ризамын. Өйткені олар өз денсаулығын өздері ойлағандар. Өте команда құрып алған, өте результат соларда. Біздің өзіміз қазекеміз, өз қандас бауырларымыз ал десең басқадай сөйлейді. Или болмаса жаңа сен қаражатын қимай ма, или болмаса ауырмаймын деп ойлай ма, ауырмай тұрып бұны ішіп жесеңдер кереметін табасыңдар деймін. Біз ауырып барып тауып отырмыз ғой. Ауырмай тауып ішетін болсаңыздар керемет қой бұл бәрі. Аптасына емес, айына бір алып қойсаңыздар мұны, андасында ішіп қойсаңыздар болды ғой. Мына денеңіздің бәрін өзі клеточный питание дейді ғой бұл. Өзі жаза береді бұның бар, керемет. Бүгін қалған результатым осындай, 5 деген баға беремін.